Сәлем достар, осындай қытырлайтын өте дәмді наггетстердің рецептісімен бөлісемін. Алдымен тауықтың төс етін 2-3 сағат бұрын маринадтап қоямыз. Маринад үшін қажетті заттардың барлығын дайындап қойдық. Бізге ол үшін смесь қажет. Дәл осындай для куриных наггетсов деп аталады. Вегетта приправасы қажет болады. Және де сарымсақ. Сарымсақтың 2 тілімі немесе осылай алдын ала майға салып мен дайындап қойдым. Және де қуыру үшін осындай жапондық сухари қажет. Тауық етін осылай жалпағынан өте жіңішке қылмай турап аламыз. Тап-таза еттен болу керек. Мынандай шандыр немесе майларын барлығын алып тастаймыз. Тауық еті дайын. Енді үстіне жаңағы приправаларымызды және паприка саламыз. Және де сарымсақ, осылай майға араласқан сарымсақты немесе 2 тілімін үкіштен өткізіп саламыз. Үстіне сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Яғни дәмдеуіштер бір жерде қалып қалмау керек. Яғни жақсылап барлығын араластырып, тоңазытқышта 2-3 сағатқа маринадқа қоямыз. Бізде осындай панку сухариларын алдын ала дайындап аламыз. Және де 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Тауық етін бірінші жұмыртқаға салып, кейін сухариге аунатып аламыз. Дәл осы әдіспен барлық тауықтарды да алдын ала дайындап аламыз. Тауықтарымызды алдын ала қызып тұрған майда қуырып аламыз. Майға толықтай батып тұрғаны дұрыс. Және де орташадан төмен отта қуырып аламыз. Бір жағы қызарғаннан кейін аударып, екінші жағында қызартып, пісіріп аламыз. Тауықтарымыз толықтай піседі, себебі 2-3 сағат маринадта тұрғаннан кейін ол толықтай 3-4 минуттың ішінде пісіп шығады. Осы жерде бір лайфхак айтайын. Егер май көпіретін болса, бір қасықты майдың түбіне тастаймыз. Сол кезде май ондай көпірмейтін болады. Неке біздің тауықтарымыздың барлығы пісіп болды. Менде бұл жерде 1 килограмм тауықтың төс етінен шыққан наггетсымыз. Дүкеннен алған наггетсыға қарағанда осылай қолдан өзіңіз маринадтап жасап берсеңіз, балалар өте жақсы жейді. Және ең бастысы, біз дүкендігінің құрамында не бар екенін де білмейміз. Сол себепті дәл осы рецептпен қолдан жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Достар, менің арнамда бұдан басқа да өте көптеген тағам рецепттері бар. Және де болашақта да көптеген рецепттермен сіздермен бөлісу жоспарында бар. Сол себепті менің каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, қоңыраушаны басып, және де видеомды қолдап, лайк басып, ойларыңызбен комментарийда бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын!